Қарын ашу немесе шөлдеу уақытша алдамшы сезім. Алданып қалмаңыз. Біліп жүріңіз, бұл белгілі бір уақыт аралығын қамтиды және гормондармен тікелей байланысты. Осы видеода соны толығырақ айтатын боламыз, сондықтан видеоның соңына дейін қарайық. Егер сіздің қарныңыз ашса немесе шөлдесеңіз, біліп жүріңіз, бұл сезім бастапқыда уақытша келеді, 20-60 минуттай аралығында. Кейін бұл сезім жойылып кетеді. Сосын бірнеше сағаттан кейін қайталанады. Бұл біздің ағзамыздағы гормондармен тікелей байланысты. Грелин деген гормон аштыққа жауапты, ал лептин тоқтыққа жауапты гормондар. Ал енді гормондар деген не? Соны түсініп алайық. Енді қиын секілді болады биологияда, бірақ біліп жүріңіздер, біздің ағзамызда бездер болады. Сондай бездер мысалы мида болады, немесе басқа мүшелерде. Сол бездерден гормондар бөлінеді және гормондар қан арқылы таралады. Бірақ бұл бейнедегі дәл гормондар емес, бұлар қанның қызыл жасушалары. Гормондарды өлшеуге біз децилитр нанограммды қолданамыз. 1 децилитр 0,1 литр екен. Бұл бізде литр дейтін жалпы көлем. Одан кейін бізде нанограмм деген бар. Ол өте кішкентай грамм. Сондай-ақ тестостерон, адреналин дегенде естулеріңіз бар шығар. Бұлар бізде гормондар. Сол секілді әртүрлі гормондар болады және сондай аз мөлшерде олар қан арқылы таралады екен. Но адамда болатын әртүрлі сезімдер, қуаныш, мұң барлығы сол гормондармен тікелей байланысты. Мысалы, қарын ашу, шөлдеу де сол гормондармен байланысты. Сонымен қатар бұған график ta'sir етеді. Егер сіз белгілі бір уақытта тамақ ішіп жүрсеңіз, сол уақытта қарын ашу мүмкін. Бірақ бұған мән бермейсіз. 20-60 минуттай күтсеңіз, бұл қарын ашу, шөлдеу сезімі кетіп қалады. Егер біреулер 3 мезгілден көп, мысалы 4-5 мезгіл тамақ ішетін болса, оларда сондай әдет қалыптасып кетуі мүмкін. Сондықтан шамалы қарным ашты деп тамақ іше бермеңіздер, күтіңіздер. Бұл сезім өзі-ақ жойылып кетіп қалады. Әрі қарай осы маңызды ақпараттарды тыңдаңыз. Мысалы, бұл суретте асқазан, оның астында тұрған шек қарын. Ғылыми зерттеулерге негізделе адам ағзасына қолайлысы 2 мезгіл тамақ ішу екен, арасына ұзақ уақыт салу. Міне артықшылықтарын қараңыздар. Ұзақ аш жүрген кезде ағза май қорын энергияға қолданады. Бағана айтқан лептин мен грелин гормондарының тепе-теңдік орнайды. Асқазаннан кейін ішек дедім ғой, сол ішек микрофлорасының реттелуі және тағы басқа да пайдалары бар екен. Құрметті көрермендер, химия биологиядан курс бар. Өздеріңіз қатысам десеңіздер немесе балаларыңыз болса, жақындарыңыз болса бөлісіп жіберіңіздер. Онлайн түрде үйретем және де офлайнда үйретем сабақтар биология және химия пәндерінен. Осындай химия бойынша және биология, география, физика пәндері бойынша пайдалы ақпараттар парақшада бар. Инстаграм парақша Сұлтан Зинуров, тіркелейік және осы видеомен бөлісейік.